Сәлеметсіздер ме? Онлайн мектепте мұғалім өз сабағын қалай құрастыра алады? Ол үшін сол жақ мәзірдегі онлайн сабақтар бөліміне, яғни сабақ кестесіне кіру қажет. Құру қажет сабағыңыздың күнін немесе аптасын таңдауға болады. Жоғары жақтағы редакциялау батырмасын басыңыз. Сіз сабақ кестесіндегі сабақтарды өңдеуге немесе өшіруге мүмкіндік аласыз. Сабақты қосу батырмасын басыңыз. Сыныпты таңдаңыз. Мысалы 11-ші Ә сынып. Пәнді таңдаңыз. Мысалы алғашқы әскери дайындық пәні. Сабақтың түрін таңдаңыз. Бөлім бойынша жиынтық бағалау, 90-дық жиынтық бағалау немесе менің сабағым, яғни мұғалімнің өз сабағын құрастыруға мүмкіндік бар. Менің сабағымды таңдаймыз, сабақтың түрін таңдаймыз. Яғни мұғалім жаңадан сабақ құрастыруына мүмкіндік бар, немесе құрастырылған сабақтардың біреуін қолдануға мүмкіндік бар. Жаңа сабақ құрастырып көрейік. Жаңа сабақ және сабақтың тақырыбын енгіземіз. Тақырыбын толтырғаннан кейін сақтау батырмасын басып, біз жаңа сабақ құрастыратын конструкторға көшеміз. Бұл жерде сабақтың тақырыбы жазылған және тапсырма бөлімінде сабақтың мазмұнын, яғни әртүрлі мәтіндерді тапсырмаларда қолдануға болады. Егер де тапсырма бөлімінде мәтін енгізілмесе, онда браузердің оң жақ шетіндегі Google Translate аудармашыны өшіріп тастау қажет. Сабақ құрастырған кезде әртүрлі мәтін мен тапсырмалардан бөлек, сіз басқа интернет көздерден немесе YouTube-тағы кез келген бейнероликпен бөлісуіңізге болады. Ол үшін бейнеролик батырмасын басып, бейнероликқа сілтемені қосып, сақтау батырмасын басыңыз. Бейнеролик сабаққа қосылады. Сонымен қатар, қосымша 20 мегабайттан аспайтын файлдарды бекітуге болады. Төменде сол файлдардың форматтары жазылған. Сабақты толығымен құрастырып болғаннан кейін жіберу батырмасын басыңыз. Сіз өзіңіз таңдаған күнге, таңдаған аптаға өзіңіздің сабағыңызды құрастырдыңыз. Қалауыңызша осы сабақты сіз өзгерте аласыз. Мысалы, оның тақырыбын, күнін, сабақтың басталу және аяқталу уақытын өзгертуге мүмкіндік бар. Сабақ кестесіндегі өзіңіздің құрастырған сабақты сақтау үшін артқа батырмасын басыңыз. Сіз өз сабағыңызды сәтті құрдыңыз.